Күн сайын мыңдаған бала мектепке барады. Олар көшеде және аулада қалай жүру керектігін білмейді. Кейде өтуге болмайтын жерден өтіп кетеді. Осыған орай учаскелік полицейлер мен мектептің мұғалімдері және инспекторлармен бірге біз көшеде балаларды қалай жолдан дұрыс өту керектігін үйретіп жатырмыз. Және оны осы видеодан көре аласыздар. Төс ол тұру үшін, сары төс ол дайындау үшін, жасыл ол жүру үшін. Қане мына жерге тұрамыз? Өткізіліп жатқан Назар ауданымыз балалар атты жедел профилактикалық іс-шарасы аясында балалардың қауіпсіз жүру бағыты зерделенді. Саусағыңыз жұмасыздар, қалған саусақтарыңыз былай жұмасыздар. Егер сенің қасында ересек адам болғанда, сен бұлай көрсетіп алып, көмек сұрайсың. Полиция қызметкерлері әрдайым жандарыңызда көмектесуге әрдайым дайынбыз.